Сәлем бердік тыңдармандар. Бүгінгі түс жору шығарылымда түсінде иекті қыру, иек немесе сақал. Бұл көптеген адамдар ұстанатын пайғамбарлық сүннет. Сондықтан біз көптеген ерлер мен жас жігіттердің ардақты пайғамбарға еліктеу үшін сақал өсіретінін көреміз. Өйткені сақал абырой мен беделді білдіреді. Ал түсінде иектің қырылғанын көру сауаптың бірі. Ғалымдар оның салдарын түсіндіруде әртүрлі көзқарастар бар, және бұл мақалада нақтыланатын болады. Түсінде сақалды қырудың әртүрлі түсіндірмесі бар, және біз ең маңызды интерпретацияларды талқылаймыз. Мысалы, түсінде сақал қыру мол ақша мен халал күнкөріске, ал сақалдың ұзын немесе қысқа болуы көріпкелдің жасын көрсетеді. Түс көруші түсінде сақалын қырып жатқан басқа адамды көрсе, бұл оның басқаларға тәуелді және қиындықтарға тап болған кезде көмек сұрайтын тәуелсіз адам екенін көрсетеді. Сақалды және діндар адамның түсінде сақал қыру бұл немқұрайдылықты білдіретін жағымсыз көрініс. Ибн Сирин иек немесе сақалды абырой мен беделдің нышаны деп санайды, және Ибн Сирин түсінде иекті қыру түсіндірмелерінде былай деп айтқан: түсінде иекті толығымен қыру оның қаржылық дағдарыста екенін көрсетуі мүмкін. Егер көріпкел сақалын тек бүйірінен қырып жатқанын көрсе, бұл оның ақылағы мен қағидаларын бұзуы мүмкін, арсыз байлыққа нұсқайды. Қайшымен немесе ұстарамен қырылған иек көрушінің өміріндегі сәтсіздікті білдіреді. Күйеуінің көзінше сақалын толығымен қырып жатқанын көрген күйеуге шыққан әйел күйеуінің оған берген уәдесін орындамағанын білдіруі мүмкін. Бірақ егер армандаушы бойдақ болса, онда сақалын қыру оның жақын арада үйленетінін білдіреді. Имам әл-Набулси иекті үйлесімді түрде қырып, түсінде күтуді жақсы және қуанышты хабарды көрсететін мақтауға тұрарлық көрініс деп санайды. Сонымен қатар көрерменнің Құдайға жақындығын және оның күнәдан қашықтығын көрсетеді. Түсінде иекті толық емес қыру, яғни оның жартысын қалдыру, бұл айыпты көрініс, және ол кедейлікті, жоғалтуды немесе көріпкелдің өмірінде дұшпандық бар екенін көрсетеді. Көрген адам иегінің ортасынан қырылғанын көргенде, бұл оның өмірінде ақшаны жақсы салмайтын және одан пайда көрмейтін кездейсоқ адам екенін көрсетеді. Өмірінде қайғы қасірет пен қиындықтарға шағымданатын және зардап шегетін армандаушы, егер ол сақалын қырып жатқанын көрсе, бұл оның өміріндегі жайлылық пен тыныштыққа толы жаңа бастаманың белгісі. Қарызға батқан адамның түсінде иегін қыру оның қарызынан құтылып өтеуін және Алладан жеңілдік келетінін білдіреді. Әл-Набулси түсінде сақалын ұстарамен қыруда ақша жоғалту деп түсінді. Жалғыз әйел түсінде иегін қыру мақтауға тұрарлық көрініс, ол оң мағынамен түсіндіріледі. Түсінде жалғыз басты әйелдің сақалы барын көріп, оны қыру құда түсу немесе некеге тұруды білдіреді. Түсінде қыз қырындап, иегін жақсылап қырқып алса, бұл жайлылық пен тыныштыққа толы бақытты өмірдің немесе оны мазалап, тыныштығын бұзған мәселені шешудің көрсеткіші. Түсінде қырылған жалғыз иек көру жаңа достыққа кіруді білдіреді. Жалғыз басты әйелдің бөтен біреудің иегін қырып жатқанын көру, ол екеуінің арасында жұмыста немесе оқуда бәсекелестік немесе бақталастық бар екенін және оның одан асып түсуі керектігін көрсетуі мүмкін. Егер оның әкесінің сақалын қырып, сақалының шашын жинап жүргенін көрсеңіз, бұл оның әкесінен қалған мұра екенін немесе оның ізімен, өсиетімен жүруін көрсетуі мүмкін. Үйленген әйел үшін түсінде иекті қыру ажырасуды немесе бөлінуді білдіреді. Егер үйленген әйел түсінде сақалын қырып жатқанын көрсе, онда бұл күйеуінің оған ренжігенін және оған наразылығын білдіреді. Үйленген әйелдің түсінде иегін қырып жатқанын көру, оған көптеген жауапкершіліктер мен қысымдардың белгісі. Үйленген әйел түсінде иегін қырып, балалы болғанын көрсе, бұл оның қайтадан балалы болмайтынын көрсетуі мүмкін. Үйленген әйелдің түсінде иегін қырып жатқанын көру күйеуінің сапарда жоқтығын және оған деген сағынышын білдіруі мүмкін. Бірақ егер үйленген әйел түсінде күйеуінің иегін қырып тастаса, бұл оның күйеуін қолдайтынын және оған көмек қолын созатынын білдіреді. Ибн Шахин түсінде марқұмның сақалын қыру көріпкелдің өлімінің жақындағанын білдіруі мүмкін деді. Имам әс-Садық түсінде марқұмның иегін қырып алуды, ал марқұмның туысы болғанын көріпкелдің маңызды орнын жоғалтқанының белгісі деп түсіндірген. Әл-Набулси түсінде марқұмның иегінің қырылғанын көру марқұмның дұға ету, ол үшін кешірім сұрау, достық пен жақсылық жасау қажеттілігінің белгісі екенін көрсетеді. Егер жүкті әйел жүктілік кезіндегі қиындықтар мен қиындықтардан зардап шексе және ол түсінде сақалын қырып жатқанын көрсе, бұл оның шаршаудан құтылып, өзін жайлы сезінетінінің көрсеткіші. Жүкті әйелдің түсінде иегін қыру сау, ер баланың туылуын білдіреді. Жүкті әйелдің ұйқысында сақалын оңай және ауыртпалықсыз қыру оңай босануды білдіреді. Егер ажырасқан әйел түсінде сақалын қырып жатқанын көрсе,
онда бұл оның қиындықтардан құтылып, қайғы-қасіретін аяқтайтынының белгісі. Ажырасқан әйелдің таныс біреуінің сақалын қырып жатқанын көру оның берік қарым-қатынасын және дағдарыс кезінде оның көмегімен сенім артатынын көрсетеді. Түсінде ер адамның иегін төмен түсіріп жатқанын көру әділдіктің белгісі және жанжалды тоқтату, ақша табу, немесе жақсы жұмыс табу сияқты жағдайлардың жақсы жаққа өзгеруі. Егер армандаушы ауырып жатқанда сақалын қырып жатқанын көрсе, бұл аурудан айығудың және жазылудың белгісі. Ер адамның түсінде сақалының қырылғанын және оның қажылық кезінде болғанын көру оның қажылыққа барып, Алланың үйін зиярат ету үшін жақсы хабар. Егер ер адам түсінде сақалын қырып, оның сыртқы түрі ұсқынсыз болып кеткенін көрсе, бұл оған жақын адамдарының біреуінің сатқындығы немесе алдауын көрсетуі мүмкін және ол сақ болу керек. Егер ер адам түсінде иегін қырып жатқанда ауырсынуды сезінсе, бұл оның өмірінің алдағы кезеңінде қиындықтар мен қиындықтарға тап болатынын көрсетуі мүмкін. Мысалы, ажырасуға дейін жетуі мүмкін әйелімен келіспеушілік. Егер сақалды адам түсінде сақалын қырып жатқанын көрсе, бұл жан мен ақылға емес, сыртқы міндеттемеге қатысты болуы мүмкін. Ал егер көріпкел сақалды болса, және мәселенің дінге қатысы жоқ болса, және сақалын қырып жатқанына куә болса, онда аян екі белгіні көрсетуі мүмкін. Біріншісі, егер көріпкел болса, сүйкімді сұлу қызға жақын некеден хабар береді. Бойдақ болса, екіншісі көріпкелдің жақсы ұрпақ әкеліп, онымен салихалы ұл болса, күнкөрісін көрсетуі мүмкін. Ғалымдар түсінде сақал мен мұртты құру, құда түсу, немесе некеге тұрудың символы екенін көрсетті. Түсінде ер адамның мұртын қырып жатқанын көру, ризық несібе және алдағы жақсылықтың белгісі. Егер армандаушы мұртын қырып жатқанын және мұрты ақ екенін көрсе, бұл оның ақша табатынын білдіреді. Өйткені түсіндегі ақ мұрты жақсылық білдіреді. Көріпкел ұйықтап жатқанда қара мұртын қырып тастаса, бұл көріпкелдің қайғысы мен уайымы мен қиыншылығының дәлелі болуы мүмкін. Әл-Набулси түс көрушінің түсінде сақал мен мұрттың бірге қырылуын жақсылық пен пайдаға нұсқайды. Бірақ түс көруші сақалын қырып, мұртын қалдырса, бұл түс көрушінің қиыншылыққа ұшырайтынын және мұрттарын қалдыратынын көрсетуі мүмкін. Алаңдаушылық пен мазасыздану. Егер армандаушы үйленген болса, және ол түсінде күйеуінің сақалы мен мұртын қырып жатқанын көрсе, бұл оның иығына жауапкершілік жүктеп, оған көмектеспейтінін көрсетуі мүмкін. Түсінде ұзын иекті қиындықпен және ауырсынумен қыру, армандаушының қайғы қасірет пен депрессияны сезінуінің дәлелі. Түсінде ұзын сақалды қыру армандаушының өткен қателіктерінен құтылу әрекетін білдіреді, бірақ ол олардың салдарын жеңе алмайды. Түсінде қара сақалын қырып, көру қабілеті бар адам ауырса, аурудан айығып, Алладан саулық пен рахаттанатыны жақсы жаңалық. Түсінде ақ сақалды қыру серіктестікте, немесе саудада ақша жоғалтуды және оның істері мен мүдделерінің бұзылуын білдіреді. Осымен бүгінгі түс жору шығарылым аяқталды. Каналды қолдау мақсатында каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қазақша контенттің дамуына үлес қосайық. Келесі түс жору шығарылымдарда кездескенше.